Облыс орталығы атанғанына 5 жылдан астам уақыт болған шаһарымыз бүгінде еліміздің туризм бағытының көшін бастап тұрғаны жалған емес. Десек те, рухани шаһардың кемшіл тұсы да аз болмай тұр. Соның бірі шілденің аптап ыстығы келмей жатып қурап жатқан саябақтар. Білуімізше, осы жылы шаһарымыздағы саябақтар мен аллеяларды күтіп ұстауға 6 миллиард теңгеге жуық қаражат қарастырылған. Дегенмен, бөлінген ақша аз болды ма, әйтеуір отырғызған көшеттер кезек-кезек қурау үстінде. Соның бір айқын дәлелі жаңа қала аумағында орналасқан мына тұрғын үй алдындағы жасыл желектер. Иә, жасыл желектер деп айтылады, бірақ түр түсіне қарасаңыз сарғылт тартқанын да жасыра алмассыз. Төрт мезгілде де өз түсін жоғалтпайтын шыршаның өзі күзге келген қайыңдай сап-сары болып тұр. Бұл дегеніміз көшеттің күтімінің аз болуы, немесе күтімнің мүлдем жоқтығы. Іздеген іскер ағашын табады демекші, жауаптылардың жауапкершілігінің аз болуының әсерінен жас желектер жаз жетпей жайқалудан қалды. Саябақтар мен аллеялардағы ағаштардың күтімі қолдарыңыздан келмесе, қаламызға түгелдей тораңғы талын еккен жөн. Себебі ешқандай күтімді талап етпейтін аталмыш тал суыққа да ыстыққа да төзімді келеді. Есесіне, тал суар десе, көлік жолын суарып, тал біткенді қуратып жатқан мамандар орнынан алынып, тораңғы талының жайқала өскеніне куә болады. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.